Мен бүгін шапкаға астарды қалай тігуді көрсетейін деп шештім. Астарды мен мына шапкаға тігемін. Міне менің материалым. Бұл материал қалың флис. Мынау түгі бар, оң жағы. Мынау теріс жағы. Мен материалды өзімнің шапкамның өлшемі бойынша қиып алдым. Мен шапкамның өлшемі 56 сантиметр, сондықтан қарасты бүктеліп тұрған кезде 28 сантиметр ені. Ал шапканың биіктігі бойынша материалымыз 25 сантиметр. Осы шапканы былай қойдым да, соған байланысты биіктігін негізі қиып алдым. Ал енін оны шапканың өз өлшеміне байланысты 56 деп алдым. Сосын енді бізге арқарай қалай жасаймыз? Қараңыздар, мына менде лекаланы әркімде үйде бар ғой үтік. Сол үтікті алдым да картонға былай бастырып қиып алдым. Енді мына материалымызды аламыз да, тағы да екіге, өз бүктеліп тұр ғой, енді сон тағы да екіге былай бүктейміз. Бүктейміз осылай. Бізде енді 4 қабат болды. Мынау кішкене жақ қисса екен, ол үстінде қаз қиылып кетеді. Сосын лекаламызды аламыз да, соған міне былай қоямыз. Ортасына қоймаңыздар, онда көп қиылып кетеді. Кішкентай былай шетіне қиғаштау осылай қоямыз. Міне. Сосын осы лекала бойынша мына осы 4 қабатты бірге былай қиып тастаймыз. Қараңыздар. Осылай материалымызды лекала бойынша қиямыз. Бір жағын қидым. Енді екінші жағына былай жылжытамыз да, кішкентай шетіне қарай қиямыз осылай. Екінші жағында дәл солай қиып шығамыз. Не? Қараңыздар, мен астарын шаблонын қидым. Міне бізде осындай болып шығу керек. Енді ары қарай біз бұны тігуге кірісеміз. Міне, мына менде оң жағы, кішкене түгі бар, оң жағы, ал мынау теріс жағы. Яғни осы жағына мен тігемін. Бұлай тігеміз, осылай. Одан кейін үстіңгі жағын бұлай тігеміз, одан кейін әрбір бір-біріне жақын тұрған төбе жақтарын осылай бір-біріне тігеміз. Олай болса, бұны қолмен көктеп тігуге де болады. Немесе үйде машинаңыз болса, машинамен де тігуіңізге болады. Менде қазір машина бар, сол машинамен тігіп көрсетемін. Міне, машинаға шетін тігіп бастадым. Осылай тігеміз. Сосын міне мына үстіңгі жағында осы арадан бірден тігіп өтемін мен. Төбесінде қиған, лекала бойынша қиған жеріміз, оны да былай ақырындап тігіп өтемін осылай. Бұл қолмен тіксеңіздер де болады, себебі материал флис ешқандай сетінемейді шеті. Енді мына орталарында бұлай бір-біріне қосып, барлық 4 жағында тігіп шығамыз бір-біріне. Міне, мына арасын тігеміз, осылай ортасын аламыз да, енді осы жерін тігеміз. Енді осылай төбесіндегі
барлық жаңа лекала бойынша қиған жерлерімізді тігіп шығамыз. Қараңыздар, мен барлығын тігіп болдым. Міне, артын, төбесін барлығын тіктім. Кішкентай тесік қалдырдым. Себебі мен мұнда төбесінде үлкен жүн помпон болады. Сол себепті соны өткізу үшін. Енді бұны біз шапкамызға тігуіміз қажет. Міне, шапкамыздың ішіне кіргіземіз астарымызды. Міне, өлшеп аламыз. Егер де астынан кішкентай артық болып жатса, қиып тастауларыңызға болады. Келтіріп аласыздар. Бізде шапкамыз резинка болғандықтан астыңғы жағы жиырылып тұр ғой. Сондықтан шапкамыз кішкентай көрініп, астарымыз үлкен сияқты болып тұр. Бірақ негізінде олай емес. Бірдей өлшемде. Міне, осылай кигіземіз де, енді біз осы шетін, шапканың шетіне былай тігуіміз қажет. Мен оны қолмен тігемін, көктеп, ине жіппен кәдімгідей. Осылай, міне. Қазір енді тігуді мен сіздерге көрсетемін. Міне, мен шапканы астарды тігуді бастадым. Былай теріс аудардым да, ішіне қарай. Инемен жіпті алып, сосын шапкама тігуді бастадым. Шетін кішкентай қайырылып тұр. Міне, шетінен аламын да, осылай инені осылай өткіземін. Сосын шапканадан былай өткіземін. Қараңыздар. Енді қайтадан астарымызды тағы да арасын жиірек алып отырыңыз, сонда ешқандай тесік саңылау қалмайды. Міне, тағы да осылай өткіземін. Сосын қайтадан шапкамыздан өткіземіз. Сонда біз осылай астарды осылай алсаңыздар, астардың шеті ішіне қарай қайырылып тігіледі. Жақынырақ көрсетейін. Міне. Қараңыздар, шетінен осылай өткіземін инені. Шапкадан міне былай өткіземін. Кішкентай ине шапкада жібі бар жерден өткізіңіздер, жіптен. Өйткені шапка, тоқыма шапка ғой, орталары бос болады. Сосын қайтадан астарын осылай. Сонда қараңыздар, біздің астарымыз ішіне қарай қайырылып тігіліп келеді. Өте қатты тартпаңыздар. Себебі шапка бізде тоқыма ғой, резинка. Одан кейін қатты тартып тастаңыздар, киген кезде тартып қысуы мүмкін. Барлығы түсінікті деп ойлаймын. Осылай бүкіл шапкамызды айналдыра, осылай созып отырып, астындағы резинкасын тоқып шығамыз. Мен қазір осыны айландыра тоқимын, соңына келгенде тағы да кездесеміз. Міне, мен біттім десем де болады. Қараңыздар, бастаған жеріме қайта келдім. Ең соңғы бір ілмек жасауым қалды. Міне, бір рет іліп алдым. Сосын астардан тағы бір рет іліп алам. Қайырып ішіне қарай тауып қойыңыздар шетін. Осылай барлығын тігіп шығамыз. Міне шапкамыз дайын, астары бәрі тігілді, помпон тағылды. Қалың, әдемі шапка болып шықты.